Халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Партия өзі шешеді. Жоқ, басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Қазақ болу керек басшымыз. Қазақстанда тұрамыз ағайын. Басшы деген әрбірден кейін партияны басқармайды тек қана. Так, подождите. Ағамызға да қазір оңай тиді. Сол кісінің алдына ұятпайды. Ол кісіге де оңайшылықтан. Аға дұрыс бәрі ол кісі мысалы 45 жыл мына партия совет жұмысында басқарған екен өзі. Өзі басқарған. Кеше өзінің рұқсатыменен өзі ол кісі заявление беріп неше раз. Соны съезден бері политбюродан сұрап жүр қазір ол кісі. Бізге рұқсат беріңіз. Денсаулығыма байланысты. Осы 12 январ күні ол кісі 70-ке толады. Білесіздер ғой. Ол кісінің арқасында мына Қазақстан осы Алматыдан өздерің көріп отырсыңдар ғой мінекей. Алматыдан көріп отырсыздар. Қалай өскенімізді басқа жерге бармай. Кеше кім қазақ еді? Ағай, бір қой, содан кейін мәселе, егер сіздер жаңа Ленинді секрет етіп жатсыздар. Мәселе Лениннің айтқаны бар. Мәселе ол қай ұлттың тұрғаны емес. Мәселе үкіметке берілген, партияға берілген адам басқарса бізді. Сонда деп түсінем мен. Егер былай келетін... Қазақтың партияға берілген адам жоқ па, өкіметке берілген. Сіздер сонда өздеріңіз өзіңіз. Бұл қазақ өте елді сөз ойлап. Шынында ұлт ойлап бұл қазақ. Саяси бюроны... Где пленки все, ребята? У кого? Итак, ты сейчас пойдешь, и все пленки заберешь, и мне принесешь их. Ты сам заберешь их, понимаешь? Обе кассеты мне все. Все. Ладно? Все вы поймали? Давай. Так, может у тебя ДК? У нас все два. Спасибо большое. Вот. Спасибо, Сергей. Все, это, ребята, все приходят. А как ты там хочешь отправлять? Ну так вот им скажи, мы сидели, позвонили, немедленно прекращать. Что начали приемную снимать. А ну что, что там добавляется народ? На встрече вытаскивают автобусы. Не, ну, кто-нибудь из ответственных работников вышел бы, разъяснили все.